армысыздар. Мен бүгін Астанадан 425 шақырым жерде Көкшетау жақта Айыртау районында сол ауылда отырмыз. Біз мынау Ағынтай Қарасай деген батыр бабаларымыздың басына зиярат етіп келдік. Бұл Қарасай батыр бабамыз ол шапырашты болады. Оның негізі туған жері Жетісу. Ағынтай бабамыз ол Арғынның ішінде Алтайдан шығады. 17 ғасырдың батырлары. Бұл кісілер өз заманында бүкіл жерде, қазақтың қай жерінде соғыс болса да, сол жерлерде елін қорғап өткен. Жаңағы Қарасай батыр бабамызды еңсегей бойлы ер есім хан қазақтың Қарасай батыры атандырған. Бүкіл халық соны шынменен солай аталып кеткен, ол бүкіл халық қабылдаған. Өйткені қай жерде соғыс жүреді, қай жерде елге жау келеді, сол жерде осы Қарасай бабамыз сол жерге барып, жаңағыдай елді қорғайды екен. Енді бұл қазіргі біздің Назарбаевтың негізі атасы саналады, Нұрсұлтанның. Бірақ енді оны ел қазір қалмақ дейді, біреу кірме дейді. Әйтеуір қазаққа лайық емес істер атқарып жатқандығы анық. Бүгінгі менің тілеп келген тілегім осы елде қан төгіс болмасын, сатқындар сатқындығын тоқтатсын, Қытаймен арадағы шекарамыздың іргесі бекісін, Қытайлар елден кетсін, заводтарын әкетсін, біздің елге жауыздық тоқтатылсын, халқымыздың ендігі өмірі бақытты болып, бай қуатты болып, жақсы болып өмір сүрейік, аруақтар қолдасын деп тілегімді тілеп келдім. Негізі бұл жерде бір айта кететін нәрсе, бұл екі батыр бір-бірімен кәдімгі қоян қолтық, бір-бірін қорғап, солай өмір бақи соғыста бір-біріне сеп болып жүрген екен. Енді өмірінің соңында бұл кісі Ағынтай Қарасай батыр бабамыз сонау Жетісудан осы Айыртауға, Көкшетаудан 120 шақырым бері қарай осы жерге келген, жаңағы досына келген. Сонда өзі 70-ке тақап қалған кісі екен. Енді осы кісілер осы жерде ол ауылмен көшіп келеді ғой ерте уақытта. Бір жылдай осы жерде болады. Одан кейін өзінің екі баласы, Еркін, Төркіндегі екі баласы осы жерде қайтыс болады, Қарасай батыр бабамыздың. Сонда өмірде көрмегенім жоқ десем, әлі де көретінім алда екен ғой деп қайғырып, Қарасай баба жатып қалған екен дейді. Содан артынан ол кісі осы жерде қайтыс болады. Қарасай батырды қояды, бір жылдан кейін Ағынтай батыр қайтыс болады, оны да сол жағына қойған екі батырды. Артынан Қарасай елінен Жетісудан шапырашылар келіп, сүйегін әкетеміз дегенде, кәдімгідей әкетіп бара жатқан нардың үстіне, түйенің үстіне артып алып әкетіп бара жатқан жерінен бір жерге барып қонады. Сонда түйе қайтадан тұрып, кейін қарай кетіп қалған, өзінің осы жерге келіп қайтадан келіп шөгіп жатыр дейді. Сонда анау рухы өздеріне сөйтсе, бұлар серттескен екен кезінде. Біз соғыста да өмірде бірге боламыз, біз өлсек те бір жерде жатамыз деген жаңағы екі батырдың серті бар екен. Енді қараңыздар, біздер қазір қазақты 1040-қа бөліп жатырмыз, 1040-қа бөліп жатырмыз ғой әйтеуір. Анау южан, анау северян, анау оралман, анау оралмаған, анау тағы басқа бір нәрсе. Бұл жерде менің айтайын дегенім мінекей, бізді қаншама бөлшекке бөліп, бір-бірімізге атыстырып, шабыстырып, әйтеуір біріктірмеу. Кімнің болсын, ол қазақтың жауларының ісі. Оның түбі ана жақта жатыр, Қытай мысалы. Жағымызда орыста соны істеген. Қазір өзіміздің ішіміздегі билікте соны істеп отырмыз. Ал біздің ертеде өткен бабаларымыз, біреуі южан, біреуі северян, біреуі сонау Жетісудың батыры, біреуі мінекей Айыртаудың солтүстігінің батыры. Екеуі сертіне берік болғандығы. Мысалға мынау Қарасай батыр бабамыздың асқан батырлығы, бұл мысалға Олық деген қалмақтың батырын басынан келіп құлаштап келіп шапқанда қылышпен, басын, мойнын, кеудесіне дейін бір соққымен екі айырып тастаған. Содан Қарасай қол атанған екен. Ал енді біздің Ағынтай батыр, ол қарусыз, жалаңғол, жалаңғол 8 қалмақты ұрып өлтірген. Қаруын алып қойған осында. Ұйықтап жатқанда бұлардың келіп қаруын алып өздерін қоршап алған. Сонда арпалыса кетіп 8 қалмақты жұдырықпен ұрып өлтірген. Сондай. Сол Ағынтай жұдырық атанған екен ол кісі. Сонда екеуі де асқан өз уақытындағы батырлар. Енді бұл жерде менің айтайын дегенім, бүгінгі қазаққа, осы бабаларымыздың
осындай асқан өрлігі, осындай намысшылдығы, еліне деген сондай бір адалдығы, сондай бір өзінің елін сүйгендігі бүгінгі біздің қазақтың жігіттерінің бойына дарысын деп тілеймін мен соны. Өйткені бүгінгі қазақ намыссыз, сондай арсыз болып, қорқақ болып, көлеңкесінен шошитындай жағдайға жетті қазір қазақ. Қытай кіріп жатса да біз бақпай жатырмыз қазір. Міне 55 заводын кіргізіп жатыр, 15-і кірді, әлі де кіргізілетін екен. Міне бізде қазір Қытайға жүрейін деп жатыр. Соған селт етпеген жігітті біз қалай қазақ, мынау ұлтын сүйетін қазақ деп айта аламыз? Ертеңгі күні өзінің ұрпағы не болады оны ойлап жатқан жоқ. Мен осындай киелі жерде, осындай батыр бабаларымыздың басында осындай тілек тіледім. Елім үшін ең бірінші, ең үлкен тілегім сол. Мен мысалға осы көктемде Арыстан бабаға да барғам, тіледім өзімнің сондай ниетіммен. Сосын Бауыржан Момышұлының басына бардым, Алматыға. Онданы Кеңсай біріншісінде жатыр. Кірсеңіз, оң жаққа қарай бұрылады, жоғарыда жатыр екен. Дөңнің ең үстінде жаңағы Бауыржан Момышұлының зираты бар. Онда да бардым мен. Міне менің 3-ші сапарым. Осы биліктің өзгеруіне, елде қан төгіс болмасын, еліміз аман болсын, іргесі берік болсын, халыққа осы байлық қайтсын, Қытайлардың мынау арам ниеттері серпілсін, өзіне қарай кейінге кетсін. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Сол үшін мен бүгінде келіп отырмын. Солай ағайын, аруақтар жар болсын, кеудеміз толған ар болсын, бірлік болсын, жігер болсын, намыс болсын бойымызда. Бабаларымыздың рухы оянсын, қазақтар намыстарыңды оятыңдар.